Соңғы жылдары балалар да ересектер де қолданатын көлік құралдарының түрі артып келеді. Оған электрлі самокаттар мен гироскутерлер жатады. Аталған көлік құралдарын пайдаланушылар да жол қозғалысының қатысушылары болып саналады. Электрлі самокат 2 немесе 3 доңғалағы бар жеке көлік түрі. Орындықтары жоқ бұл құрылғы тек бір адамның қозғалысына арналған. Максималды жылдамдығы сағатына 25 шақырымнан аспайды. Оның алдыңғы, бүйірлік және артқы жарық шағылыстырғыштары болуы шарт. Сондай-ақ электрлі самокаттарда алдыңғы фаралар мен артқы шамдар болуы керек. Өзінің жақындағаны туралы ескерту жасау үшін көліктің бұл түрінде дыбыстық құрылғы болуы маңызды. Электрлі самокатты басқару кезінде сақталуы тиіс қауіпсіздік шаралары. Электрлі самокатты қолдану кезінде басыңызды, білек пен шынтағыңызды және тізеңізді қорғайтын құралдарды ұмытпаңыз. Қозғалыс бағытына жақсы шолу жасап, ұялы телефон немесе басқа гаджеттерді пайдаланбаңыз. Электрлі самокатты қараңғы, тар және кедергілері бар жерде қолданбағаныңыз абзал. Көлік құралын 2 қолыңызбен ұстаңыз. Тоқтайтын болсаңыз, асықпаған жөн. Көлік көп жүретін жерлер мен адамдар жиналатын орындардан аулақ болыңыз. Жаяу жүргіншілер өткелінен көлік құралынан түсіп өтуіңіз керек. Жүк пен жолаушыларды тасымалдауға болмайтынын естен шығармаңыз. Жол жүрісі қағидаларын сақтай отырып, өз траекторияңыз бен қозғалыс жылдамдығыңызды таңдап алыңыз. Жаяу жүргіншіге немесе велосипедшіге өзіңіздің жақындағаныңыз туралы хабарлаңыз. Электрлі самокатты үнемі техникалық тексеруден өткізіп тұру керектігін естен шығармаңыз. Жолда сақ болыңыз.